Бәріміз бай, қуатты болайық. Жетісудың көшпелі сұхбаты Астанада. Астана қаласындағы Қазмедиа орталығының басшыларына, оның 22-ші қабатында орналасқан Асыл Арна телекомпаниясының менеджерлеріне біз сіздердің аттарыңыздан, көрермендердің атынан алғысымызды айтамыз. Біздің жұмыс жасауымызға, халыққа ел тұлғаларын таныстыруға мүмкіндік жасағандар үшін. Сонда ел тұлғаларының бірі Сапар Исқақов деген ағамыз бүгін біздің мейманымыз. Сапар деп есіміңізді ата-анаңыз тектен-тек қоймаған ау деген сұрақты менен бұрын да талай адам қойған шығар. Сапарды көп жүреді екенсіз, есіміңізді кім қойды? Есімді менің әкемнің ағасы қойып кеткен екен. 41-ші жылы мен туғанда, мен сол бір 3-4 айда ғана соғысқа біздің үйден 4 адам кеткен. Соның өкінішке орай біреу ғана қайтты, қалған үшеуі сол жақта қалды. Сонда кетерде ана кісі айтыпты, енді біз бәріміз кетіп бара жатырмыз сапарға. Енді біз одан сапардан қайтамыз ба, қайтпаймыз ба, бір Құдай береді. Түбі асыраса сендерді осы бала асырайды. Осыны бағыңдар, осыған көз болыңдар. Саған аманатты мен шешеме айтқан, сосын өзінің әйеліне айтқан. Содан барып Сапар деп қойған. Журналмен, буклетпен танысып отырып, балаларыңыздың есімдеріне қайран қалдым. Ал балаларыңыздың есімін кім қойды? Балалардың есімін өзім қойған. Мен студенттік уақытымда классикалық музыкамен кішкене әуестендім. Текте бар ғой. Болу керек солай. Өйткені менің 5-ші атам қобызшы болған, Тілеп Аспантайұлы. Содан ол енді қарағанда 60-шы жылдары мен өзі ауылда өстім, ауылда оқыдым. Енді қалаға келгеннен кейін маған барлығы да біртүрлі бір жаңа, бұрын білмейтін нәрселер болды. Содан мен өзімді өзім мынау тәрбиелеу үшін, кішкене өсу үшін рухани жағынан мен жаңағыдай классикалық музыкаларды іздеп соны оқи бастадым. Сосын бардым да сол бірінші ұлымның атын Энрике қойдым. Оның бірінші қызымның аты Елико болды. Оның да бір астарлары бар, оның қалай Елико болғаны. Елико грузиндардың еркектің аты вообще. Елико деген, ол әйелдің аты емес, еркектің аты. Бірінші рет бала болғаннан кейін күтті қой, ер бала болады деп. Бірақ қыз бала болды, бірақ сонда да ат. Ұл болсын дегіш? Атын қалдырдық Елико деген. Бірақ қазір енді үйреніп кеттік Елико. Бұлай фактически грузинге қарағанда ол Елико өте еркектің аты. Үшінші менің балам Жәнібек. Ол енді кейіннен мен кішкене қазақтың тарихына бұлай бет бұрған уақытында білесіздер енді Керей хан мен Жәнібек хан. Соны Жәнібек деп қойдым. Немерелеріңізді? Немерелерім, ең үлкен немереміз Баян Сұлу, екінші Дәмел. Дәмел менің анамның аты, еркек балалар. Біреуінің аты Мөді, біреуінің аты Атила. Енді оны ол менің балаларым өздері қойды. Оларға да ұнайды, жаңағыда осындай бір тарихи тұлғалар. Оған қарсы болған жоқ. Қазақтың тарихи тұлғалары туралы қазір көп айтып отырған жерде сіз секілді ұлт патриотының балаларының басқа елге еліктеуі сізді көп ойландырмай ма? Жоқ, мысалы менің тағы бір немерем аты бар, ол Қобыланды. Ешкімді ренжіткен жоқпын дейсіз ғой? Жоқ, мысалы Қобыланды, Мөді, Атила, Жәнібек, бәрі де қазақтың аттары ғой. Қазақтың аттары түптеп келгенде дейсіз ғой? Сіз құрылысшысыз ғой? Иә, мамандығыңыз? Болдым, құрылысшы. Құрылысшы болдыңыз? Иә, 50 жылға тақау мен құрылыспен айналыстым.
сол жұмысты қойғаныма енді бір где-то 4-5 жыл болды. Қазір сол мынау үлкен мемлекет наградасына ие болғаныңызды білеміз. Мына шетелдік марапаттарыңызды былай қойғанда осы өзіміздің еліміздің ордендерімен марапатталдыңыз. Құрылыстағы қызметіңіз үшін ба, жоқ бұл жалпы бер жақтағы бизнесте жүргендегі қол жеткен табыстар? Бизнестегі жүрген. Мен құрылыста жүрген уақытында әлгі заслуженный строитель дейді ғой. Иә. Ол үлкен жоғары дәрежеде болған. Мен Құрметті құрылысшы. Құрметті құрылысшы. Ол кезінде ол орденнен де даже жоғарырақ, биігірек болады. Ал енді одан кейін мен енді құрылыста тастаған жоқпын. Осы Астанаға келген өзінде де. Бірақ мен көбіне мынау мәдениетке басқа жаққа кішкене ауып мынау көмек жасадым. Сосын өзімде сол ұйымдастырдым көп. Біз мысалы 6-7 халықаралық фестивальдар ұйымдастырдық. Сосын біз деген кім? Біздің фонд, Глеб атында фонд бар. Иә. Сосын Қор. Әл-Фараби мен Сұлтан Бейбарыстың атындағы қорымыз бар. Солар арқылы көп мәселелер шештік. Қазір де жұмыс істеп жатырмыз. Қазір енді 3-ші қорымыз бар. Ағамыз Сағадат. Қордың қаржысы қалай құрылады? Сағадат Нұрмағамбеттің атында. Мысалы, мынау Сағадат Нұрмағамбет деген мынау біздің 3-ші қор. Мұны біз осыдан 6 жыл бұрын құрғанбыз. Ол кезінде ағайдың өзі тірі, өзі рұқсат берді. Бұндағы мақсатымыз мынау халықты кішкене патриоттық сезімдерін ояту. Қаржы қалай шешілетін елге, тыңдармандарға, көрермендерге мүмкін сабақ болар ма? Қазір 9 қалада филиалдар бар. Оның бәрінде басында отырған бизнесте жүрген жігіттер. Мысалы, Алматыда отырған Махмуд Налибаев деген жігіт, ол нефтяник, бизнеспен заниматься етеді. Шымкентте мысалы Сержан Сейтжанов, өте белгілі бизнесмен, мынау Қазақстан бойынша Forbes журналында жүр. Сол кісі басқарады. Астанада мысалы мен отырмын. Сол сияқты бізде 9 облыстық қалаларда бөлімдеріміз бар осы қордың. Енді финансы келген уақытында мен сол өзіміздің мүшелерді жинаймын. Содан кейін айтамын, осындай бір жұмыстар істеу керек. Қалай қарайсыздар? Әрқайсысы өзі мүмкіншілік келгенше қатысады, қосыламыз. Қазір мысалы бір ойымыз бар, Парижден Мұстафа Шоқайдың атындағы бір ең болмаса кішкентай ғана бір мұражай ашсақ деп. Енді ол майға шейін дайындық. Мысалы оғанда мен шақырып алып қазір ақылдасам, басқа филиалдармен сөйлесем. Енді қазір осында бір бабалар ізіме деген проектпен мен уже 2 жыл болды жүргенмен. Бұған енді мен ешкімді қастырған жоқпын. Бабалар ізі туралы көбірек білгіңіз келеді. Өзіміздің қаражатымыз. Осы жобаларыңыз жайында ашып айта аласыз ба? Бабалар ізі дегенді тектен-тек атаған жоқсыздар ғой? Әрине, тектен-тек атаған жоқпыз. Білесіздер, 15 жылы біз мынау қазақ хандығының 550 жылдығын атап өттік қой. Сонда мен ойладым, біздің қазақтың тарихы 500 жылмен шектелмейді. Біздің тарихымыз бен мәдениетіміз өте әрі терең ескі заманнан келе жатқан тарих пен мәдениет. Бірақ оған біздің қолымыз жетпей жатыр. Мен де өзімнің үлесімді қосайын деп осы жұмысты қолыма алдым. 2016 жылы біз яғында бір съемочный группамен 8 елде болдым. Биыл 22 елде болдық. Соның Бұл маршрутты қалай анықтап жүрсіздер? Тарихшылар, мамандар. Анықтағанда мен өзім тарихшы емеспін, бірақ тарихты ізденіп қопаруға тура келді. Оған мен кейбір ғалымдар шақырдым. Мысалы, Қойшығар Салғарин деген біздің ағамыз бар. Сол сияқты
мынау тарихшылармен сөйлесіп келген уақытында көп заттарды білдім. Содан кейін мен өзім де сол интернеттен көп іздедім. Жай кітаптарды. Содан менің тапқаным 50-дің сыртында елде біздің бабаларымыздың ізі бар екен. Ал енді қаңтарға дайындалып жатырмыз Египетке. Онда да 1250 жылдан 1382 жылға шейін Қыпшақ мамлюктер басқарған. 25 сыртында сұлтандар болған. Оның ішінде енді біздің білетініміз белгілі Сұлтан Бейбарыс, Сұлтан Қалауын, Сұлтан Хасан, Сұлтан Мұхаммед. Соның бәрін біз бастауымыз керек, зерттеу. Енді мұндағы біздің мақсатымыз, біз мынау кішкене болса да жолды салып берсек, бізден кейін барып жас мамандар, жас тарихшылар, солар бару керек, солар зерттеу керек ғалымдар. 4 мұхиттың арасында біздің бабаларымыз жайлаған. Сол екі ортада олар тұрған, сол елдердің, сол халықтардың тарихына, мәдениетіне үлкен өзгеріс кіргізген, ықпал еткен, іздері қалған. Соның мысалы біреуі мына Грузия. Грузияны барып құтқарған біздің бабаларымыз. Сіз өзіңіз көргендей немесе кинодан көргендей айтып отырсыз? Қазір 3 елдің территориясында тұрып жатыр. Соларда қалған тұқымдар. Грузия, Армения, Азербайжан. Барлығының айтатыны біз қыпшақтардың тұқымымыз дейді. Соларда толып атқан мысалы жағында бал-бал тастар, толып атқан ескі қорымдар. Енді біз қазір сол мәселе көтеріп жатырмыз, соның бәрін қоршау керек, үкіметке тапсыру керек, мысалы оған барып келдіңіздер? Бардық, иә. Өздері қалай қабылдады сонда? Мына шындықтың бетіне қарау сұмдық қой. Олар енді бізді жақсы қабылдады, бірақ көбіне олар айта бермейді екен. Әрине. Осылай қыпшақтар бізге құтқарды, бізге бостандық алып беруге көмектесті деп. Бірақ мен биыл олардың телеканалдарына түгел айттым. Өйткені премьер-министр біздің Хабар 24-ке сұхбат берді. Сосын өзі айтты ана жігіттерге, міне Қазақстаннан келген қыпшақ, сендер сұхбат алыңдар деп. Жапонда да ізіміз жатыр дегенді айтып қалдыңыз. Иә, енді мен енді тарихшы емеспін, бірақ мынау тарихты қопарған уақытында көп нәрсе табуға болады екен. Құбылай ханның уақытында, ол 13-ші ғасыр, Құбылай енді Шыңғыс ханның немересі, ол Қытайға барып, Қытайдың басын түгел қосқан. Қытайлар өше монғолдарға өмірлік бастарын ию керек. Бұрын Қытайдың жаңағы провинциялардың бәрі біріне-бірін соғысып, бастары бірікпеген ел ғой. Бұлай қарасаң, солтүстіктегі Қытайлар оңтүстіктегі Қытайды түсінбейді. Бірақ мынау кім Құбылай түгел бәрін түгел жаулап алды, бәрін қосты, Юань деген империя құрды сол кезінде. Сосын ол өзінің туыстарынан қорыққан монғолдардан, жанына түгел еткені бәрі қыпшақтар. Енді мен қыпшақтар деп айтатыным, өйткені ол кезде қазақ деген жоқ. Қазақ деген ат 15-16 ғасырда ғана пайда болды ғой. Ол кезінде Қыпшақ, Дулат, Үйсін, Найман, Керей, Уақ. Өйткені мынау қыпшақтар өте жауынгер халық болған. Сосын Дешті Қыпшақ деп атайды, Алтай мен Дунайдың арасындағы күллі мынау ұрулардың барлығы өздерін Қыпшақ біз есебін. Қыпшақ пен ол кезінде Қыпшақ деген ол халық. Қазіргі Қыпшақ деген бұл ұру. Енді соны кейбіреулер шатыстырады. Қыпшақ ұруы мен Қыпшақ деген мынау ұлттың
Ұлысты. Иә, біз ол кезінде кәдімгі ұлт деңгейіне шейін көтерілдік. Мысалы, Олжас Сүлейменов айтады, егер сол кезінде Шыңғыс ханның шабуылы жорығы болмаған уақытында, мына Дешті Қыпшаққа, мүмкін сол уақытында Қыпшақ деген ұлт ретінде көтерілу мүмкін еді. Ал Қыпшақтарға қосылатын, былай қарасаңыз, қазақ, өзбек, қырғыз, қарашай, мынау ноғай, қырымның татарлары, венгрдің қыпшақтары, кумыктар барлығы кіреді. Олардың барлығы өздері сол кезінде Қыпшақ деп есептеген. Да, Қыпшақпыз деп. Жердегі әңгімеңіздің өзі 7 күн әңгімелесуге жарайтын көрінеді. Енді аспанға шықса қайтеді сіз о жаққа қалай барып жүрсіз? Ол енді Космоспен байланысыңыз сұрап отырмын. Ол енді мен де қысқаша ғана айтайын. Мен 2006 жылы ауырып, жүрек ауруынан инфаркт миокард деген бір ауру бар. Содан өзі белгісіз түнде сағат 1-де жеңіл скорый помощь алып кетіп, таңертең маған айтады, осындай кешіріңіз, сізде обширный инфаркт миокарда бар. Содан 23 күн реанимация жатты. Сонда ойлағаным 40 жылдың сыртында туризммен айналыстым. Енді маған бәрі де жол жабылған шығар. Өйткені мен енді ойладым, осыдан кейін мен инвалид болып қалам ба. Өйткені жүрек істемегеннен кейін, дұрыс істемегеннен кейін адам тауға шыға алмайсың, судың астына кіре алмайсың. Көңіліме қарап отырып врач айтты, сіз қамықпаңыз, бұл инфаркт деген ауруды жеңуге болады, инфарктпен өмір сүруге болады. Содан кейін міне 2007 жылы мен оңтүстік полюске бардым, Антарктида, 8-де Арктикаға бардым, 9-да стратосфераға көтерілдім. Я сейчас испытываю очень огромное чувство. Жүрегімде еліме деген мақтаныш сезімі кернеп тұр. Можно сказать, за нашу республику. Вот. Это для меня. Бұл елімнің туы. Қазақстан елінің азаматы ретінде перзенттік парызымды өтедім деп ойлаймын. Я свой долг, как гражданин Казахстана, считаю, исполнил. Мысалы, мен мынау 19 жылға жазылып қойдым, мысалы айта кетейін, анау Титаник деген баяғыда кеме болған, 16 жылдары суға кеткен. Ол теңіздің астында жатыр, 4000 метр жерде, 4 шақырым ғой енді. Оған әлі ешкім түспеген. Содан мынау америкалықтар келесі жылы бірінші адамдар түсірейін деп жатыр. Немен? Сол құрамдасыз ба? Су корабльмен подводный лодка дейді ғой. Биыл біз жазыламыз демек, оған анау аз адам екен биылғы жазылғандар. Уже несі бітіп қапты жазатыны. Бізде сол 19 жылға жазып жатыр. Соған жазылып жатырмыз, барып келуге. Судың астына түсуге. Судың астына түсуге. Енді ол биыл ғана сол басталып жатыр. Биыл емес, келесі жылы. Сонда біз 19 жылы сол амандық болса, онда көреміз. Қалай ұштыңыз? Мен сізге айтайын, школдан кейін, мектеп бітіргеннен кейін, мен мынау ұшқыш болам деген. Соған Фрунзеде ұшқыштардың несі бар, училищесі. Соған барам деген уақытында менің әкем енді жаңа айттым ғой, соғысқа біздің үйден 4 еркек кетіп, соның біреу ғана айтты, ол менің әкем. Басқалар сол жақта қалды. Екіншісі, мысалы, вообще хабарсыз кетті. Сосын өзі инвалид болып кетті. Сосын айтты, үйдегі еркек бала, сен жалғыз, бірінші. Енді бәріміз саған сеніп отырмыз. Сен бізді қайда тастап кетесің. Ертең сен оны, мысалы, соғыс училищесін, мысалы, летный, соны бітіресің. Ертең сені анау шығысқа жіберемін, анау солтүстікке жіберемін. Ол кезде Совет үкіметінің территориясы үлкен ғой. Сенің сүйегіңді қай жерден жинап аламын деді. Содан не керек? Қинала, мынау гражданский летный училище деген бар. Азаматтық летный. Бугуруслан деген жерде соған бардым. Бірақ маған ұнамады, өйткені мен әбден үйреніп қалған, жаңағыдай
истребительдерге военный соғыс самолеттеріне жылдам ұшатын. Анау енді кукурузниктер. Сосын жоқ деп 3 айдан кейін тастадым, ауылға қайтып келдім, оған оқымайым деп. Сосын келесі жылы Қарағанды политехникаға түстім. Содан барып... Сол жас кездегі ынтазарлық түбінде алып келді дейсің. Одан барып мен бір 3 жыл оққаннан кейін даже Киевке ауысқам. Киевте де бар институт гражданской авиации. Бірақ онда... Сапар деген есіміңізде тектейде қоймаған болып тұр. Адамның есімімен көп дүние байланысты дегенге сенуге болады екен. Мен бәрібір өкінетім. Менің жастайымда мысалы ұшқыш болам деген нем орындалмай қалды. Орындалмаған жақсы болған сияқты маған. Енді білмеймін. Мүмкін сол аспанда қалықтап жүріп жаңа жасаған шаруаның ешқайсысы мүмкін істелмей қалар деп ойлап отырдым. Мүмкін олай да болуы мүмкін, бірақ адам армандағаннан кейін сол жеткен жақсы ғой дейсіз бе? Мен тек қана бір 50-60% ғана жеттім. Мысалы енді айтып отырмын үлкен жетістік. Мен бірінші адам екем гражданский. Жаңағыдай мигпен стратосфераға көтерілген Нижний Новгородтан. Менің алдында ол енді военный Тоқтар Әубәкіров. Сол көтерілген. Ол енді военный болғаннан кейін, гражданскийден менен басқа ешкім жоқ. Кімді құрметтейсіз? Кімді құрметтейтін ағалар толып жатыр. Кәдімгі жақсы көретін ағалар. Мырзатай Жолдасбеков, жаңа айтып кеттім, Қойшығара Салғарин деген сияқты тәрбие алатын, өнеге алатын үлкен ағалар бар ғой. Домбыра серігіңіз бе? Жоқ. Мен қазақтың музыкасын тыңдаймын, өте жақсы көрем, бірақ өзім айналысқан жоқпын. Өйткені енді ондай талант маған Алла тағала бермегеннен кейін. Бірақ барлық музыканы тыңдаймын, әсіресе қазақтың музыкасы. Біз өзіміз қазір бізде ансамбль, Көктүріктер деген ансамбліміз бар. Оның алдында Теп деген квартетіміз болды, Қобыз квартеті. Қобыздан сарай салған жалғыз адам шығарсыз? Мен енді естіген жоқпын. Басқа мынау не только Қобыз, мынау қазақтың музыкасына арналған жеке меншік. Енді басқа театрлар толып жатыр ғой, бірақ жеке меншік концертный залдар бізден басқа жоқ деймін. Әсіресе Қобызға. Өмір болғаннан кейін әртүрлі оқиға болады. Кейде жеңіске жету үшін Мәскеуді тастап кетуге де болады дегенде естігеніңіз бар шығар уақытында. Сондай әңгімелерде айтылды ғой. Өміріңізде жалған сөйлеуге тура келді ме? Келді. Мен жаңа айттым ғой, бірақ пример. Антарктидаға бару үшін жалған құжат жасадыңыз. Денсаулыққа байланысты. Инфаркт деген. Оны шындық айтсаң, онда барамайсыз. Жабылды, Антарктида жоқ. Сондай болады. Жеке архивіңізде жаңағы барып келген жерлеріңізге түсірген дүниелердің барлығы бар. Дискілер көп. Оны ұрпағыңыз көреді. Енді мен қазір көп нәрселерді интернетке жіберіп жатырмын. Халық көрсін деп. Фейсбукқа шығады, Инстаграмма. Онымен шұғылданатын адам бар. Көмекшілерім бар. Жеңгеміз қай жердіңіз? Осы Астананыкі, бұрын Ақмоланыкі. Мен кейде айтам ғой, осы жаққа мен күшік күйе болып келдім деп. Енді мен өзі Торғайдың тумасымын. Қыпшақ руынан. Бірақ енді Астана осында көшкеннен кейін күллі қазақ көшті ғой. Күллі қалалардан. Дұрыс. Соның біреуі мен де келдім. Үйдегі жеңгеңіз Сарғын. Столыңыздың басында жиі қарап отыратын кітап бар ма? Жоқ, жаңағындай тарихи шаруалармен бәрімен бірдей шұғылданасыз ба? Менің столымда Кодекс Куманикс деген кітап сол жатады. Мен оны айттым. Бұл маған Құран сияқты. Жаңа айтып кеттім, Кодекс Куманикс бұған уже енді 10-шы ғасыр дегеннің өзінде де уже 800 жыл болыпты.
бірінші қыпшақ тілінде шыққан кітап. Сөздік Кодекс Куманикс дейді. Оны мен мақтанышпен айта аламын. Оны өзім барып биыл қолыммен ұстадым. Венеция қаласында. Ұқсағым келіп отырған жоқ, бірақ сізді неге екенін білмеймін, осы сұрақты қойғым келіп отыр. Менің Мәскеудегі телевидениеда Познер деген әріптесім бар. Сол кісінің жиі қоятын бір сұрағы бар. Мен де сол сұрақты сізге қойып қайталағым келіп отыр Познерде. Мысалы, Алланың алдына барсаңыз, не сұрар едіңіз? Жай айтсам, мысалы, мынау халқымды аман қыла көр, өкіметімізді күллі дүниеге белгілі қыла көр деп, мысалы, жай айтуға болады. Бірақ мен ештеме сұрамас едім. Өйткені осы дүниеде мен алатынымды алдым, көретімді көрдім. Ал енді анауым жоқ, мынауым жоқ деп сұраған, ол меніңше дұрыс емес ойым. Қанағат болу керек. Мен өзіме, лично өзіме ештеме сұрамайым. Егер айтса, немерелеріме, балаларыма, халыққа тек жақсылық болса екен деп. Басқа ешқандай менің сұрағым жоқ ол кісіге. Көп сұрағым қойылмай қалды ғой деп ойлаймын, бірақ сіздің жаңа осы соңғы айтқан жауабыңыздағы қанағатқа мен де қанағат жасағым келіп отыр. Үлкен рахмет уақыт бөліп тапқаныңызға, әңгімелескеніңізге. Қызық әңгіме, менің ойымша бір сериямен бітетін әңгіме емес екен. Мүмкін тағы да жолығармыз. Біздің хабарымыздың бір дәстүрі бар. Хабарды аяқтағанда қоштаспаймыз. Тағы да жолығуға жазсын дейміз. Сонан кейін мен арқылы патша көңілді көрерменге бата сұраймын. Амин. Енді халқымыздың, әсіресе жастарымыздың әрбір күні мейрамды болсын. Әрбір істегендері, жұмыстары мейірімді болсын. Әрбір жас өз еліне патриот болсын. Бірінші патриоттықты тілінен бастасын. Патриоттық сезім сонда барып оянады. Сол миларына кірсін. Аллах. Рахмет.